Қайырлы күн достар. Бүгін біз зерттеу жұмысын жасаймыз. Ол үшін бізге су, ас содасы, лимон қышқылы және 3 түрлі бояу қажет болады. Суымыз қандай, Айша? Біздің суымыз түсі қандай? Мөлдір судың түсі, я? Судың дәмі, түсі болмайды. Бұған біз қазір лимон қышқылын салатын боламыз. 1 қасық лимон қышқылын саламыз. Неге мұна апай? Иә, лимон қышқылын саламыз. Қанеке, Айша? Суларға лимон қышқылын сал. Біреу. Оған біз бояулар құятын боламыз. 2 тамшыдан бояулар құямыз. Қазір сен оны қасықты қолыңа ала қой. Бұлғайсың. Бұлға. Түсі қандай? Түсі қандай түс болды, Айша? Қызыл түске боялды, я? Сары. Қызыл түске боялды, я? Келесі түсіміз қандай болады екен, көрейік, қанекей. Ал. Келесі түс қандай түске боялды суымыз? Жасыл. Жасыл түске боялды, е? Келесі. Ал. Көк түске боялды. Бізде қандай түстер мынау? Қызыл, жасыл, көк. Бұларға қазір біз не қосамыз? Ас содасын қосамыз. Қай жерде ас содасы, Айша, бізде? Мінекей ас содасын қосамыз. Қанекей ас содасын алып сала ғой. Вау! Бұл жерде бізде реакция болды, я? Яғни, судың ерігіш қасиеті бар. Оған біз ас содасын салған кезде, ас содасы суда еріп кетеді. Қанекей. Мәссаған. Анау көңіл өшті. Күшті болды, я? Келесі. Көк. Бұл тәжірибелерді біз үйден де жасауымызға болады, ешқандай қауіп төндірмейді.